Неге барып ешкен ұйықтайтын шығар. Мен де сөйтем. Так, міне сіздердің балдарыңыз. Күшті әрине, бірақ бізге УЗИда егіз деп айтқан еді ғой. Иә, бірақ өкінішке орай бір бала іште жатып шетінеп кеткен. Жарайды, мен кеттім. Так, ал мен бұл баланы өзіме алып қалам. Не бұны ұрлап кетіп жүрсің, сен қуасың ба? Керек қой бізге. Ертең бізге көмектесетін біреу керек болады. Ал сосын не істейсің ал? Онда өзің қарайсың соған. Өзім қараймын. Мама. Я бұл тыныш отыр сол жерде. Мама, мен даланы сыпырып біттім, енді ойнай берейінші. Құмаш барда үй жинамайсың ба? Мен даланы сыпырып бітсең бәрі біте ма? Жарайды. Мама, мен негізі саған бір нәрсе айтайын дегем. Айт бол, тез айтшы. Көріп тұрсың ғой, Маликаға қарап отыр. Иә. Мен балабақшаға барып көргім келеді. Қош, бармайсың, не бар? Мектепке барасың ғой келесі жылы. Мам, бірақ мен де көргім келеді енді. Бармайсың, бұл көп сөйлеме. Баран жаққа бар. Осы қыз бәле болып бар ғой. Айттым осыған, оны алып келмей қой деп. Не істеймін енді? Қош. Балабақшаға береміз бе әлде? Соны тыныш жүреді. Ештеңе істемей. Босқа ақша кетеді. Кеттім мен жұмысқа. Кешсе бірақ келем. Үнем осы ғой. Бір айтып қап едім тура. Өмір бойы айтады. Мама. Не болды? Қалайсың, Айсұлу? Жақсы. Мама. Не болды? Бүгін балабақшаға бармай қояйшы, я? Жоқ, барасың. Барым келмейді мен ол жерге. Не үшін барым келмейді сонда? Енді мен ол жерде жалығам, жұмыс кетеді. Қош болды, үйде де жұмысады ғой бәрі бірде. Мама. Жоқ болды, кеттім мен. Ылғи да өстейді ғой. Мама, бір нәрсе айтайыншы. Болшы тез, сызылып тұрмай. Мен байқамай гүлдерге көп су қойып жіберіппін. Мен саған айттым ғой оларға құйма деп, өзім құям. Енді болды, сөйлемеші, бар шар. Осы немене істеп жүресің? Ештеңе жасамайсың, бар кет бар. Осы қызды не істейміз бар ғой, бәле болды ғой, бәле. Сен ғой соған кінәлі, өзің алып кеп аласың, сосын маған ұрысып отырсың. Қойшы, мықты болсаң өзің бір бәле істемейсің ба? Балабақшаға барып тастайық, жүрсің сол жерде. Сосын оны алып кетуге кім арады ал? Мен барам ба? Өзім алып кетем жұмыстан. Өзің алып кетесің онда. Өзің апарып, өзің алып кетіп жүресің. Кеттім мен. Ей, қыз, тұрай. Әке, не болды? Жүр, бекер туған. Кеттік. Қайда барамыз? Балабақшаға, өзің айттың емес пе? Я. Жүр бол енді. Расымен де барамыз ба? Я, айтып тұрмын ғой. Әлде қаз бармайсың? Жүр бол, енді риза салшын. Я, күшті. Болды, осында қаласын, кешті алып кетем ұқтың ба? Біраз кешуі мүмкін енді, бірақ сол уақытта жылап мына жерді басыңа көтермей. Болды. Так. Мама. Болды, осы жерде ойнайсың. Қараш, қаншама балалар бар. Былай. Егер де сен осында біраз ойнасаң, сен әкең де келеді. Мама, әке бір айдан кейін бірақ келеді емес па? Жарайды енді. Күтесің ғой. Қайдағы? Привет. Сен жаңадан келдің ба? Иә. Екеуміздің күйіміз ұқсайды екен, я? Я, қатты ұқсайды. Жарайды, онда мен басқа балалармен де танысып ойнайын. Сәлем. Сен атың кім? Жұлдыз. Не болды? Сен жаңадан келген сияқтысың, я? Иә. Сен атың кім? Менің атым Бекер туған. Бекер туған? Иә. Қызық ат екен, я? Я, енді солай болып қалды.
жарайт. Жүр Сара, ойнайық. Жаңадан келген ба? Атын айтсайшы сен. Сәлемші, мен ойнасам бола ма? Жоқ, ойнамайын. Жақсы. Сен шы? Мен ойнасам бола ма? Сен атың кім? Менің атым. Менің атым Дамир. Дамир? Иә. Бірақ мен қыздармен ойнамаймын. Сен қызсың. Жарайды. Менің атым Күнсу, бірақ мен күнде ұзақ жүре алмаймын. Сол үшін мен ішке кіріп отырайыншы. Ал, жақсы. Менімен таныспайсың ба? Сен де баласың ба? Иә. Жоқ, рахмет. Ай, не болды? Ешкіммен достаса алмадың ба? Иә, бәрі өзінше. Мен не білмеймін. Жоқ, жай ғана бізде тез қабылдап кетті, сондай. Жарамды екеуміз ойнайық. Балалар, ішке кіріңдер. Тамақ ішеміз. Кеш батып кетті ғой, бізде қалған сияқтымыз. Иә, біз ғана қалдық. Сонымен онда жақсылап танысайық. Менің есімім Әйгерім. Менің атым Бекер туған. Менің атым Айсұлу. Мен бір нәрсе сұрайыншы, неге сенің атың Бекер туған? Енді мені мама әке қатты жақсы көрмейді, негізі олар кішкентай сіңілім Маликаны қана жақсы көретін сияқты. Менде тіпті бауыр да жоқ қой. Менің 4 әпкем бар. Масқара. Иә, енді солай. Мама әкелерің әлі келмеді ма? Менікі көп жұмыс, сол үшін де келмейді. Әкем үнемі басқа қалада жұмыс жасайды. Менің әкем қасымда, бірақ маған көңіл бөлмейді. Маған керісінше, әкем көбірек көңіл бөледі, мама жұмыс жасайды басқа қалада. Біздікі керісінше екен ғой. Иә. Жүр кеттік, Әйгерім, мама әкең келді. Екеуміз қалған сияқтымыз ғой. Иә. Мен де қалдым. Иә. Жүр кеттік, Бобрик. Ол біздің балабақшада оқи ма? Демек, иә. Жүр кеттік, Айсұлу. Маман келді. Жарайды, сау бол. Сау бол. Жалғыз қалған сияқтымын ғой. Жүр кеттік, осы апайларда бір шаршатып бітті бар ғой. 100 рет звондаған шығар. Әке, енді сағат кешкі 8 болды емес па? Қойшы болды, сен не осы ақылып қаласың дейді. Жүр кеттік болды, кетеміз. Келе ғой, Малика, секунды осы. Ана қыз бәле болып бар ғой. Кеше не оны ертерек алып кетпейсің? Апайларда 100 рет звондады ғой маған. Қойшы, мықты болсаң өзің алып кетпедің бе? Сол қыз не істейміз бар ғой? Не істейміз енді ол қызды? Бекер алып келдім. Сен кінәлісің бар не бар ғой? Білем кінәлі екен. Айтып отырмын ғой сол. Сол қызды бір жерге апарып тастаса қайтеді. Қай жерге апарасың? Білмеймін, бір паркке өтіріктен тастап кете салайық та. Енді біздің оған қажетіміз де жоқ қой. Ол бізге де керек емес. Не біздің баламыз емес қой тіпті. Дұрыс айтасың, бірақ. Баршы сен. Жоқтап жатыр ма қыз? Паркке тастап кете салшы. Кеттім. Так, Бекер туған тұршы. Не болды, әке? Бұлай. Қазір біз паркке барып қыдырып келейікші біраз. Паркке ма? Рас па? Иә, барып келеміз деп тұрмын ғой, тез бол. Ана төсек көрпелерді жинай сал бәрі. Ура! Әйтеуір дегенде барамыз. Мына жер әдемі екен, иә, әке? Иә, әдемі. Сен ана орындықта отыра тұршы біраз. Не үшін? Мен қазір бір тамақтар бірдемелер алып келейін де, осында отыра тұр. Жарайды. Бәрі бітсін. Мына жер әдемі ғой. Жарты сағат өтті, әлі жоқ қой. Қайда кетіп қалды? Көріп келейінші. Әке? Әке? Осында тамақ алам деп келеді ғой. Сәлеметсіз бе? Иә. Менің әкем көрмедіңіз бе? Бір қара қылпақ киіп алған басына.
Жоқ, бірақ маған осы жерде кішкене тумаушы екен, сол бір адам келген. Ана кісі емес па? Жоқ емес. Жарайды, болды, сау болыңыз. Саған ештеңе болған жоқ қой, бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс, ештеңе болмады. Дұрыс емес! Мен тастап кетті. Қайдан ғана шықтым мына паркке? Мына жерде ме екен, иә? Иә, жаңадан салынып деп едің ғой. Иә, сол. Ана қыз неге жылап отыр мама? Сен оны танисың ба? Иә, біздің балабақшада бірге оқығанбыз. Оқығанмын, яғни кеше. Жүрші барайықшы. Сәлем, Бекер туған. Бекер туған? Не үшін жылап отырсың? Тастап кетті әкем мен осында. Енді келетін шығар. Жоқ, бағана мен тамақ алам деп кетіп қалды да сын келмеді. Енді жай өзінің жұмыстары шыққан шығар. Енді тастап кетпейтін шығар осы үшін. Не болып қалды? Мен әкем тастап кетті. Осы жаққа мен парк алып келем жүр деді. Жүр кеттік одан, менің үйіме бара тұрайық. Не үшін? Сол жақта әкеңді келіп алып кетеді. Я, апаршы біздің үйге. Жарайды. Жарайды, сонымен айтшы, әкең сені қалай ұмытып кетті сонда? Білмеймін, енді ұмытып кетті ма, тастап кетті ма. Бірақ олар мені бұрыннан жақсы көрмейтін негізі. Ол болды, жылай бермеші. Болды, жылама, қазір мама әкем кетеді, содан кейін сені алып кетеді. Звондаймын оларға. Жүрсе одан да бізбен бірге ойнай тұрсай. Я, барып ойнай тұрыңдар. Жүр кеттік. Жақсы. Байғұс қыз білмейді әлі олардың ата-анасы тастап кеткенін. Қандай ата-ана десейші. Ойыншықтарың көп қой. Я, кел ойнай берсейші. Мынау балабақшада бүкіл ойыншықты жинасаң да былай шықпайды ғой. Я, жүр ойнайық. Қызық болды, я. Сол ғой. Бұнда жата береміз ба? Я, мамам айтты ғой бағана. Қыздар, ұйықтай беріңдер, я, сендер? Бірге ұйықтай аласыңдар ғой? Я, енді солай шығар. Я, ұйықтай береміз. Так, Бекер туған, сенің ата-анаң жақында келеді. Қашан? Енді кеп қалады, я. Жақсы, сендер ұйықтай беріңдер. Не істеймін бұл қызды, өзім алып қалсам ба екен? Онсыз да Айсұлуға бауыр керек. Жақсы, жарайды енді, бір нәрсе болатын шығар.